Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге уәде еткендей, бүгін посттың қаралымын санын қалай көбейтуге болады, қалай көтеруге болады жайында айтып өтемін. Біз білеміз, күніге Инстаграмнан пост шығарып отыруды. Күніге пост шығару керек екенін білеміз. Бірақ біз күніге пост шығармаймыз. Bir күннен кейін немесе 2 күннен кейін немесе 1 аптадан кейін немесе 1 айдан кейін шығарамыз. Олай істеу қате. Сіз егерде постыңыздың қаралым санын көбейту үшін сіз күнделікті пост шығарып отыруыңыз керек. Енді сіздің постыңызды қай кезде, қай уақытта көп адам көреді. Міне соған байланысты тағы айта кетем. Постты шығарған кезде адамдардың көретін бір уақыттары болады. Мысалға айтқан кезде күндізгі сағат 7-ден 9-ға дейін. Сол уақыттарда сіз пост жазып салатын болсаңыз, міне жұмысқа кетіп баратқан адамдар жаңағыдай машинада немесе таксиде жаңағыдай интернетке кіре бастайды, инстаграмға кіреді. Не үшін? Уақыттарын өткізу үшін. Міне сол кездерде сіз постыңызға инстаграмыңызға пост салсаңыз, сол кезде сіздің постыңызды қарайтын болады. Сонымен қатар обед уақытысында адамдар тамақ ішеді. Сол кезде не істейді? Телефондарын қарайды, инстаграмға кіреді. Міне сол уақытта да сіздер посттарыңызды салуыңыз керек. Ол уақыт яғни 12 мен 2-нің арасы. Кейбір жерлерде 12 мен 1-дің арасы болады. Бірақ грубый есептегенде 12 мен 2-нің арасында сіз постты салуыңыз керек. Сонымен қатар кешкі қарай адамдар жұмыстан қайтады 6-дан кейін. Міне сол 6-дан кейін сіз пост салсаңыз, 6-дан кейін сізде инстаграмға кіріп сіздің постыңызды көруі мүмкін. Сонымен қатар енді біз неге тоқталамыз? Енді охват санын қалай көбейту керек, қалай қаралым санын қалай көбейту керек жайында айтып өтемін. Не істеу керек? Пост салғанда қандай посттар салу керек, не істеу керек дегендер сұрақ туындауы мүмкін. Соған байланысты. Сіз пост салған кезде жаңағыдай сіздің охватыңыз көбею үшін лайк болу керек, комментарий болу керек, сонымен қатар сохранение, бөлісу деген болу керек. Сонда ғана сіздің қаралымыңыз көп болады. Ол үшін не істеуіңіз керек? Сіз постыңызда қазіргі уақытта комментарий лайкта алып тастап жатыр. Яғни лайк есептелмейтін болды. Комментарийді көп жазу үшін сіздің постыңызға не істеуіңіз керек? Сіз ойын ойнатуыңыз керек, психологиялық ойындар ойнатуыңыз керек. Сол сияқты дебат жүргізуіңіз керек міне. Сонда ғана сіздің комментаріңіз көп жазылатын болады. Енді қандай комментарий жазу керек деген тоқталатын болсақ, сіздер бірінші жаңағыдай және де сонымен жоқ айтпақшы мынандай және де тағы да бізде инстаграмда бөлісу бар, самолеттің суреті бар, сонымен бөлісу бар, сонымен қатар жаңағыдай сохранение бар. Оны қалай сохранение сақтап қойып бөлісіп жатады, қалай оны істету керек, жүргізуге болады, қалай кім бөлісу жағын қалай адамдар бөлісетіндей қылып жасауға болады. Ол үшін сіз қастарыңыздағы достарыңыздан сұрауыңыз керек. Немесе сторизге опрос қоюыңыз керек. Яғни достарыңыздан сұрауыңыз, опрос қоюыңыз керек. Қандай пост шығарғаным жақсы, немесе қандай пост шығарсам сіздер оқисыздар деген сияқты. Қандай пост шығарсам сіздерге пайдалы деген сияқты. Сондай пайдалы нәрселерді шығарсаңыз, яғни сондай опростар қоятын болсаңыз сізге айтады, сол постты сол неге айтып жатқан опроста қойып жатқан пост жайлы, пайдалы ақпарат жайлы сізге айтып жатса, соны шығарсаңыз, сіздің постыңызды сохранить етіп қояды, немесе бөлісетін болады. Енді қараңыз, сіздер түсінбей жатқан болуларыңыз керек, бұл неде? Сондықтан сіздерге түсінікті болсын. Егер де менің осы шығарған постым астына 30 комментарийден көп болатын болса, мен сіздерге чек-лист дайындап қойдым. Психологиялық тест, қалай инстаграм охватын көбейту жайлы чек-лист дайындап қойдым. Сол чек-листті беремін. Яғни сіздер посттың астына, яғни маған чек-лист қажет. Немесе мен охватымды көбейткім келеді деген комментарий қалдырыңыздар. Рахмет. Келесі пост шыққанша, кездескенше сау саламат болыңыздар.